Қайырлы күн, құрметті тарих тағылым арнасының көрермендері. Өзімді тағы бір рет таныстыра кетсем, менің есімім Смет Нұржан Назарбайұлы. Жалпы Қазақстан тарихы пәнін оқытуда 4 жылдан астам тәжірибесі бар мұғаліммін деп айтсам болады. Жалпы 4 жылдан бері осы YouTube каналында және де одан бөлек мектепте 10-11 сыныптарда ұбт дайындау бойынша тәжірибем бар. Жақсы, бүгінгі арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біздің айтатын тақырыбымыз жаңа заман дәуіріндегі қазақ-жоңғар соғыстары. Көп ұзамай сабағымызды бастайық. Қазақ-жоңғар соғыстары бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы бізде жоңғар атауы қашан кездесіп бастайды? Жоңғар атауы бізде Шыңғысхан дәуірінен басталады. Шыңғысхан өзінің әскери әкімшілік аумағы бойынша 3-ке бөледі. Оның оң қанаты бізде Баруңғар, орталық қанаты Кул және де сол қанаты жоңғар. Сол кезде жоңғарлар Шыңғысхан әскерінің көп бөлігін құрайтын болған екен. Одан кейін бізде 14-17 ғасырларда Қазақстанның оңтүстік шығыс аумақтарында ойрат одағы деген тайпалық одақ, яғни мемлекет қалыптасады. Бұлар сол кезде Қазақстан жерінде болған Моғолстан, Әбілқайыр хандығы, яғни Қазақ хандығы деген мемлекеттердің біраз әбігерге салған мемлекеттердің бірі. Қаншама рет соғыс жасайтынбыз. Тарихта мысалға 1457 жылы бізде Әбілқайыр хандығы мен ойраттың арасындағы шайқас бар. Сол шайқастың кезінде ойраттардың мықтылығы соншалық Қазақстанның біраз бөлігін алып жатқан Әбілқайыр хандығының өзін жеңген болатын. Сондай ірі оқиғалар болған ойраттардың кезінде. Осы ойраттар бізде 17 ғасырда өз іштерінде екіге бөлінеді. Ойрат одағын екіге бөлеміз 17 ғасырдың уақытында. Сол кезде оның бір бөлігі Қазақстанның солтүстігі арқылы мына жердегі Еділ және де Жайық өзендерінің аралығына келіп қоныстанады. Осы жақта өздерінің жаңа бір мемлекетін құрады. Бұлар бізде Еділ қалмақтар деген мемлекет. Еділ қалмақтар. Мына мемлекет құрылады. Бұл жоңғардың, ойраттардың бір бөлігі дейміз. Ал қалған бөлігі Қазақстанның осы оңтүстік шығыс және де шығыс бөліктерінде құратын мемлекетті біз жоңғар хандығы деп атаймыз. Жоңғарлар сөйтіп алғашқы мемлекеттерін солай құрған екен. Енді жоңғарлар жалпы пайда болған уақыты деп айтамыз. Бұл бізде 1635 жыл құрылады. Картада көргендеріңізде осы аумақтың барлығы жоңғарларға тиесілі. Құрылған уақыты бізде 1635 жыл. 1635-тен бастап 1758 жылға дейін бұл мемлекет тарих сахнасында болған екен. Мемлекеттің негізін кім қалады? Мемлекеттің негізін бізде Батыр Қонтайшы қалайды. Батыр Қонтайшы негізін қалағаннан кейін, яғни 4 жыл өткеннен кейін бұл не істейді? Өздерінің заңдар жинағын шығарады. Оны біз далалық жарғы дейміз. Яғни 1640 жылы жоңғарлардың заңдар жинағы шығады. Оны біз далалық жарғы деп атаймыз. Жалпы жоңғарлар өте қатал тәртіп жүйесін ұстанған. Бұлардың әскер саны 100 мыңға дейін жеткен. Жазылып тұрғандай 100 мың әскер саны болған. Және де бұлардың қару-жарақ түрлері. Мысалға бізде 5 қару айтамыз ғой, қылыш, найза, садақ, шоқпар деген сияқты. Ал бұларда одан бөлек сол кездегі зеңбірек және де білтелі мылтық болған екен. Бұлар зеңбіректі қайдан алды? Бұларға зеңбірек жасауды үйреткен швед офицер, яғни тұтқын болып түскен Иоганн Ренат Густав үйреткен екен. Яғни бізде 1700 және де 1721 жылдары тарихта солтүстік соғыс деген бар. Яғни Ресей мен Швецияның арасында болатын соғыс. Сол соғыстың кезінде Ресейге швед тұтқындары түскеннен кейін бұларды Сібірге айдайды. Сол кезде ол тұтқындарды жоңғарлар өздеріне тұтқынға түсіреді. Сөйтіп сол кездегі шведтің офицері Иоганн Ренат Густав бұларға осындай зеңбірек жасауды үйреткен екен. Бұл жоңғарларға плюс деген сөз. Одан кейін неміс ғалымы Георгийдің айтуы бойынша жоңғарлар мылтықтарын аттан түсіп атқан екен. Бұлар аттың үстінде шауып келе жатып ешқашан мылтық қолданбаған. Аттан түседі, содан кейін барып мылтықтарын атқан деп осындай мәліметті неміс ғалымы Иоганн Георгий берген екен. Жақсы, келесіге кеттік. Келесі бізде жоңғарлардың қазақ жеріне шапқыншылығы. Бұлар 35 жылы құрылғаннан кейін шапқыншылықтарын бастайды. Бізде бұл уақыттарда қазақ жерін билеген Жәңгір хан дейміз. 1628-1652 жылдары. Бұл бізде Есім ханның баласы. Бұның лақабаты Салқам Жәңгір. Бізде жалпы қазақ тарихында 2 Жәңгір бар. Бірі осы Есім ханның баласы Салқам Жәңгір болса, екіншісі Бөкей ордасының ханы, яғни алғашқы мектеп ашқан Жәңгір хан дейміз. Жәңгір Бөкейұлы дейміз. Бұл екеуін шатастырмау керек.
бізде айтылатын қазақ ханы Жәңгір хан қазір. Осы Жәңгір ханның кезінде бізде ең мықты шайқастардың бірі Орбұлақ шайқасы айтылады. Бұл шайқас бізде 1643 жылы орын алады. Бұл кезде қазақтың әскери жүйесі өте қатты мықты емес. Сол кезде бар жоғы 600 ғана әскер шығады. Осы 600 әскермен Жәңгір хан енді жоңғарларға қарсы тұру керек, яғни тойтарыс беру керек. Осы уақытта бұл географиялық жағдайдан ең қолайлы жер, яғни Орбұлақ шатқалын таңдайды. Сол жерде жоңғарлардың қалың қол, яғни 50 000 қолына қарсы тұзақ құрады. Және де соғыстың алдында бұл Самарқант билеушісі Жалаңтөске елші жіберіп қояды дейміз. Яғни сол кезде бізде Батыр Қонтайшы мен Жәңгірдің арасындағы шайқас болады. Шайқастың кезінде Жәңгір ханның әскері тұзақ құрып, жоғарыдан тастар тастап, садақ атып, әйтеуір барынша бұл әскерге қарсы тойтарыс береді дейміз. Содан кейін сол уақытта бұл жоңғарлардың артынан Жалаңтөс Баһадүрдің 20 000 әскер келіп, жоңғарларды ойсырата жеңеді. Осы кезде жоңғардың біраз қолы қайтыс болып, қалған бөлігі өздерінің аманына шегінуге мәжбүр болады дейміз. Және де осы Орбұлақ шайқасының нәтижесі қазақтар жоңғарлардың қалың қолын жеңді. Осыдан кейін барып Жәңгірге Салқам деген атақ береді дейміз. Және де 1993 жылы Қазақстан тарихында Орбұлақ шайқасының 350 жылдығы атап өтілген болатын. Бұл міне алғашқы айтылатын шайқастардың бірі. Енді бізде Қарақұм құрылтайы. Жалпы Жәңгір хан қайтыс болғаннан кейін қазақ мемлекетінің басына Тәуке хан билікке келеді. Бұл кез бізде қазақ халқының, яғни алтын ғасыры, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деп айтсақ болады. Қарақұм құрылтайы бізде 1713 жылы болады. Оның жалпы шешімі бойынша бүкіл жасақтың басшысы Бөгенбай батыр. Бұл не үшін болды? Сол кездегі жоңғарларға қарсы тойтарыс беру мақсатында болады. Және де осы Қарақұм құрылтайынан кейін бізде 1711 жылы шайқас болады. Сол шайқастың кезінде жоңғарларға қазақ халқы айтарлықтай тойтарыс беріп қайтарады. Бірақ одан кейін бізде 15 жылы Тәуке хан қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін оның орнына баласы, яғни мұрагері Қайып хан таққа отырады. Қайып ханның кезінде болатын шайқас бізде Аягөз шайқасы. Жоңғарлардың қалың қолы Аягөз өзенінің бойындағы наймандар мен жалайырлар тайпаларының жеріне басып кіреді екен. Сол кезде қазақ жасағына Қайып хан басшылық етеді. Нәтижесінде қазақтар жеңілді. Не үшін жеңілді? Оның себебі бар ма? Себебі Әбілқайыр, яғни кіші жүздің ханы Әбілқайыр өзінің әскерін алып кетті. Жалпы сол уақытта қазақ жерінде сепаратизм болған болатын. Бұл дегеніміз қазақ жүздерінің бөлінуі. 18 жылы бізде Қайып хан қайтыс болғаннан кейін қазақ сұлтандарының арасында сепаратизм күшейді. Қараймыз міне. Картада көргендеріңіздей Қазақстан жері үшке бөлініп тұр. Ұлы жүздің аумағы бөлек, орта жүздің аумағы бөлек және де кіші жүздің аумағы бөлек. Сол кездегі ұлы жүздің билеушісі бұл бізде Жолбарыс хан, орта жүздің билеушілері, бірнеше билеуші бар. Бұл бізде Болат, Сәмеке, Күшік. Ал кіші жүздің билеушісі бұл әрине Әбілқайыр хан. Осылай әр жүз өздері бөліп өздері жеке дара билік жүргізіп бастайды. Бұл Қайып ханның өлімінен кейін болатын жағдай. Сол уақыттарда бізде жоңғарлар өздерінің шығысындағы мәселені реттеп, яғни 1722 жылы қайтыс болған Қытай император Кансидің өлімінен кейін жаңа императормен бұлар жақсы қарым-қатынаста болып, ендігіден бастап бүкіл күшін қазақ даласына жұмсайды. 23 жылға дейін бізде жоңғарлар өздерінің туыстас халқы еділдерге, яғни еділ қалмақтарына елші жібереді. Сол елшіліктің келісімі арқылы бұлар 23 жылы бір уақытта шабуыл жасаймыз деп келіседі. 23 жылы Цеван Рабданның бастауымен 70 000 жоңғар жауынгер қазақтың оңтүстік, шығысы мен шығыс аумақтарынан 7 жерден шабуыл жасайды. Қазақтар бұл кезде соғысқа дайын болмағаннан кейін бытырап жан-жаққа қашуға мәжбүр болады дейміз. Ал 25 жылы жоңғарлар Түркістан мен Ташкент қалаларын басып алған екен. Ал біз тарихта осы 1723-27 жылдары Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұламан жылдары деп атаймыз. Ұлы жүз бен орта жүздің рулары сол уақытта Самарқан қаласының төңірегіне қарай қашады. Кіші жүздің рулары Хиуа мен Бұхар хандықтарының аумағына қарай кетеді. Сол кезде халықтың мұңлы зарын жеткізген ән бұл бізде Елім-ай дейміз. Қазақтың қайғы қасіретін осы ән арқылы жеткен екен. Одан кейін тағы бір термин сөз бізде қайың сауған. Яғни өлместің күнін кешіп аман қалу мақсатында қайыңның сөлін сығып ішкен деп айтсақ болады сол уақыттарда. Және Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр шығармасында қазақтардың 3/2 бөлігі қырылған жайында мәлімет қалдырған екен. Осындай қиын қыстау кезең Ақтабан Шұбырынды заманында болған. Және қазақтың тұңғыш ғалымы, географы дейміз, Шоқан Уәлиханов та осы соғысқа өзінің бағасын берген екен.
Орынбордағы бір рубасы өз жерлестерінің жағдайын тазы иттердің қуғынына түскен қоянмен салыстырған екен. Яғни арттарынан жоңғарлар қуған соншалық қазақтар алды-артына қарамай қашқан. Сол себептен бізде Ақтабан шұбырынды деген атау алған екен. Яғни табандары ағарып қашқаннан кейін. Бұл ең қайғы қасірет әкелген жылдардың бірі. Енді бізде батысқа қарай оралайық. Батыста бізде еділ қалмақтарда соғыс жасауға келіскен болатын. Сол уақытта еділ қалмақтарының билеушісі Аюке өзінің әскерімен батыстан кіріп келген кезде оған кіші жүздің ханы Әбілқайыр тойтарыс береді. Сөйтіп қалмақтарды толығымен жеңгеннен кейін қалмақтар енді Қазақстан жеріне басып кіре алмайтындай болғаннан кейін ол өзінің қалған жасағымен не істейді? 1724 жылы Қазақ хандығының астанасы Түркістанды азат етеді. Бірақ манағы айтқандай 25 жылы, яғни бір жылдан кейін Түркістан қаласын жоңғарлар қайтадан өздерінің қолына алады. Міне бұл Ақтабан шұбырынды жылдарындағы ең айтулы шайқастардың бірі деп айтсақ болады. Осыдан кейін қазақ жасақтарының барлығының басы қосылуға тура келді. Сөйтіп бізде 1726 жылы Ордабасы деген құрылтай болады. Жалпы құрылтайдың өткен жері Қазақстанның оңтүстігі, яғни Шымкент, қазіргі Шымкенттің маңайында болған екен. Сол уақытта қазақтың ұлы ханы болып бізде Болат хан бекітіледі. Сол жалпы Болат ханның билердің қатысуымен болған құрылтайда барлығының шешімі бойынша Әбілқайыр бүкіл жасақтың әскер басшысы болып, яғни қолбасшысы болып бекітіледі. Ал оның сардарбегі Бөгенбай батыр дейміз. Яғни Әбілқайырдан кейін бұйрықты осы Бөгенбай батыр бере алады деген сөз. Орбақ шайқасы болады. Шайқастан кейінгі бізде алғашқы Орбақ құрылтайынан кейінгі шайқас бұл бізде Бұланды шайқасы. Болатын уақыты бізде 1728 жыл. Осы уақытта Бұланды шайқасы болады. Болған жер бізде Қарасиыр деген жер. Нақтырақ айтсақ, Ұлытаудағы Бұланты өзенінің бойындағы Қарасиыр деген жерде осы Бұланды шайқасы орын алады. 1728 жылы. Осы уақытта бүкіл қазақтың біріккен әскерінің саны 60 мың болады. Жоңғарлардың әскерін жеңгеннен кейін Қазақстанның солтүстік батыс бөлігі азат етілді нәтижесі бойынша. Ал осы уақытта жоңғарлардың өте көп қолы қаза болғаннан кейін бұл жерді басқаша біз қалмақ қырылған деп атаймыз. Қалмақ қырылған, қалмақтардың өте көп қолы қырылғаннан кейін осылай атап кеткен екен. Бұл осы Бұланды шайқасының кезінде болатын жағдай. Дәл осы Бұланды шайқасы қазақ әскерлерінің рухын қатты көтеріп жібереді де, ары қарай бүкіл жоңғардың әскерін қазақ даласынан қуып шығуға бел болады. Келесі шайқас бізде Аңырақай шайқасы. Бұл шайқас бізде 1730 жылы болады. Балқаштың оңтүстік шығысындағы Итішпес Алакөл деген жерде өтетін шайқас. Бұл кезде бүкіл қазақтың әскер басы осы Әбілқайырдың өзі болады. Енді қараймыз. Бұл шайқастың кезінде 1730 жыл дейміз. Жалпы сол уақытта қазақтың болашақтағы ханы Абылай жоңғардың ең мықты қолбасшы Шарышпен жекпе-жекке шығып жеңеді. Дәл осы жекпе-жектен кейін Абылайдың аты шығып бастайды. Сол кезден бастап Абылайға батыр атағы беріледі да уже. Қазақта батыр атағын бекерден бекер алмаған, сондай бір соғыста көзге көрінген үшін берілген. Мысалға батыр атағын бізде Кенесары, Абылай деген хандар батыр атағын алған екен. Жаңағыдай қарапайым халықтан бөлек те батырлардың атағын алған осы хандар деп айтсақ болады. Осы шайқастың кезінде қазақтар жоңғарларды ойсырата жеңген соншалық бұлар аңырап қашқан деген сөз қалады. Сол себептен шайқастың аты Аңырақай деп аталған екен. Бірақ шайқастың соңғы уақытында қазақтың ұлы ханы Болат қайтыс болғаннан кейін қазақ жүздері оның орнына Әбілмәмбет деген сұлтанды отырғызады, қазақтың ханы қылып. Осы кезде биліктен үміттері бар кіші жүздің ханы Әбілқайыр мен орта жүздің ханы Сәмеке осы жаңалықты естіп өздерінің әскерлерін кері қайтаруға мәжбүр болды. Себебі бұлардың екеуінің де таққа отыруға мүмкіндігі болған еді, бірақ билер ондай жасаған жоқ. Осыдан кейін Қазақстанның оңтүстік шығыс аумақтары не істейді? Жоңғарлардың қол астына бірнеше уақытқа бағынышты болып қалып қояды. Осы Аңырақай шайқасынан кейінгі уақыттарда қазақтың жүздері әрқайсысы жеке-жеке бөлек-бөлек бөлініп билік етіп бастайды. Сол уақытта мысалға Әбілқайыр хан өзінің әскерімен батыс аумақтарын қорғайды, орыстарға елшілік жібереді деген сияқты. Міне оқушылар, көрермендер, жалпы біздің арнамыздағы бүгінгі тақырыбымыз, яғни қазақ-жоңғар соғыстары қысқа нұсқа осылай баяндалады. Жалпы бұл мәліметтердің өте көп деректері бар. Мысалға 7-ші сынып ата-мұра баспасын қарасаңыздар, ол жақта соғысқа қатысқан батырлар жайында тек қана ер адамдар емес, сонымен қатар әйел адамдардың қатысқан жайында, қару-жарақтар жайында, осы батырлардың ерлігі жайында, қару-жарақтар жайында бізде басқа елдің тарихшыларының айтқан сөздері барлығы нақты баяндалған. Просто мен сіздерге қысқа нұсқа ғана баяндап бердім.
каналға тіркелейік. Жалпы біздің каналымыздағы видеоларды тіркелмей көретіндер өте көп екен. Қолдау көрсетейік қазақ тілді арнаның дамуына. Лайк басайық. Сіздерден күтерім сол. Жақсы, олай болса бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.